құрметті телекөрермендер. Аягөз қаласы Дулат Бабатайұлы атындағы жалпы орта білім беретін мектеп, коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бұрынғы атауы номер 2 орта мектеп. Мектептің талай жылдық тарихы бар. Білім нәрмесусында тәрбие алып, үлкен өмір жолына аттанып жатыр. Қазіргі уақытта үлкен қызмет атқарып, халқына қалаулы, еліне елеулі азаматтарымыз қаншама. Тақырыбымызды мектеп тарихындағы спорт саңлақтарына арнаймыз. Юсупов Еркін Рахметоллаұлы, спорт ардагері, аудандық мәслихат депутаты. Өзінің депутаттық жолында халыққа қызмет жасауда өзіміздің жергілікті ауданымызда бірқатар игі істер атқарды. Қойжайғанов Нұрлан Алтынбекұлы, халықаралық дәрежедегі грек-рим күресінен спорт шебері, Афина олимпиадасының қатысушысы. Нұрлан Алтынбекұлының әкесі мен анасы номері 2 орта мектепте ұстаздық еткен. Қойжайғанов Нұрлан Алтынбекұлы 2013 жылдың 27 қараша айынан бастап қазіргі күнге дейін Шығыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының Жарма ауданы бойынша директор қызметін атқарады. Сәтжанов Қайрат Тұрсынханұлы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, жоғары дәрежелі маман, Қазақстан Республикасының жастар құрамасының аға жаттықтырушысы. Денсаулық кепілі. Спорттың адам өмірінде алатын орны зор екендігін бәріміз білеміз. Осы орайда спорт ардагері, аудандық мәслихат депутаты, құрметті спорт қызметкері төсбелгісінің иегері, мектебіміздің түлегі, қазіргі таңда Аягөз ауданы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры Еркін Рахметоллаұлымен болған сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті Еркін Рахметоллаұлы. Сәлеметсіз бе? Мен сізге сұрақ қояйын деп едім. Сіз оқушы кезіңізде спорттың қай түрімен айналыстыңыз? Оқушы кезімізде мектепте жүрген кезде біз нөмір 2 мектепте. Онда бізде футбол ойнадық, лыж тепті, ол кезде лыжы жақсы болатын. Волейбол ойнадық. Келешекте қандай игі шаруалар жоспарлайсыз? Бізде Залиния дейді, сол жақта Шәкенов көшесінде бір үлкен спорт залдың жоспары бар, салыну жоспары бар. Қазір жері бәрі алынды, мемлекеттік актісін алынды, проектінің сметті документациясы дайындалды. Оның ішінде үлкен ойын алаңы бар, бокс залы, күрес залы бар. Қазір аудан басшысы қолдап отыр оны, өте салынып кетеді деп ойлаймын сондықтан да. Жайда айтатын нәрсе Аягөзде Жақсылық базарының қасынан үлкен бассейн салынып жатыр. Ол да оны аудан басшысы қолдап отыр. Сонда біздің мектептің балалары сол жақтағы спортзалға барады деп ойлаймын. Сонда балалар көбірек келеді. Ендеше Абай атамыз айтпақшы, тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық. Аздырар адам баласын дегендей, еңбексіз, белсенді дене қозғалысынсыз, мықты денсаулық, бақытсыз өмір жоқ. Барлықтарыңызды спортпен айналысуға шақырамыз.